Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай ерекше тез дайындалатын әрі 2-ақ ингредиенттен жасалатын осындай десертті бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бұл десерт өзі осындай жұқа болып шығады. Яғни ешқандай ұнсыз, майсыз жасайтын боламыз. Мен алдымен осы 2 бананды алып, қабығынан ажыратып, турап шығатын боламын. Енді осының үстінен, бананның үстінен 2 жұмыртқаны жарып жібердім. Оның үстінен 4 ас қасықты толтырмай, яғни без горкой дейміз ғой, 4 қасық какао салып алатын боламыз. Какаоымыз жаңағы тәттісі жоқ какао болуы қажет. Енді 1 шай қасықта мен қопсытқыш салдым. Және 2 ас қасықта толтырмай құмшекер салып алдым достар. Құмшекер, яғни қант салу міндетті емес. Енді міне осылай блендерде барлығына араластырып, 24 сантиметрлік жаңағы қалыпқа салып алдым. Егер сіздерде 16-18 сантиметрлік қалыпқа салатын болсаңыздар, яғни десертіміз көтеріліп шығатын болады. Енді ыстық күйінде мен осылай бетіне шоколадтарымды қойып алдым. Яғни шоколадтар өздері осылай еріп шығатын болады. Яғни барлығы осылай еріген соң, біз жаңағы десертіміздің үстінен жағып шығатын боламыз. Сосын барып, жылыған соң, суыған соң мұздатқышқа салып қоятын боламын. Мен 15-20 минутқа мұздатқышқа салып алдым. Міне біздің десертіміз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, ауызда еритін десерттеріміздің бірі. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын. Міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар достар.